география пән оқытушысы Нұржан Райымна Амангелдіқызы. Бүгінгі сіздерге өтетін менің тақырыбым сөз құрамы, қосымшаның түрлері, жалғауларды оқыту әдістемесі. Сөз құрамы. Сөздің бастапқы тұлғасын біз сөздің түбірі деп атаймыз. Осы сөз құрамының екі түрі бар басты. Ол түбір сөз және қосымша. Түбір сөздердің өзін біз екіге бөлеміз. Ол дара сөз және күрделі сөз. Дара сөз өзі атау айтып отқандай, яғни бір ғана түбірден тұрады. Ал күрделі сөз дейтін болса, екі немесе одан да көп түбірлердің кездесуін біз күрделі сөз дейміз. Кейінгі тақырыбымыз бұл қосымша. Қосымшаның жалпы біз жалғау және жұрнақ деген түрлерін білеміз. Дара сөз, міне, көріңіздер, негізі түбір, мысалы, сағат, әйнек, солардың барлығы біз дара сөз. Ал күрделі сөздің жалпы біз төрт түрін ажыратамыз. Олар біріккен сөз, қысқарған сөз, қазғыту, кг, килограмм, яғни қос сөз, ата-ана, тума-туыс, төртіншісі тіркес сөз, 15, жала, жаздай. Жалғаудың біз мектептен де қыздар таныспыз солай ма? Төрт түрі бар. Қандай? Дұрыс. Көптік жалғау деген жалғаулар қандай? Өте дұрыс студенттер. Септік жалғаудың біз 7 түрін анықтаймыз. Қандай? Дұрыс. Одан тәуелдік жалғау және жіктік жалғау. Тәуелдік жалғау өзі тәуелдену арқылы жасалады, ал жіктік бұл жіктелу. Мен, сен, ол деп бөлінуі. Жұрнақтың негізгі екі түрі бар. Ол сөз тудырушы және сөз тудыруші. Сөз тудырушымыз бұл сөзі жалған сөзіне жаңа сөз тудырады. Мысалы, бағыш, бағалы, келіп. Ал сөз түрлендіруші бұл үстеме мағына қосып өзгертіп отырады. Мысалы, домбырашы дейді. Жалғауларды оқыту әдістемесіне келейік студенттер. Сіздер барлығыңыз болашақ оқытушылар. Солай емес па? Енді сіздерге қалай оқытамыз? Осы жалғау мәселесіне тоқталайық. Жалғауды, көптік жалғауын балдарға үйрету қиын емес. Яғни, бұл жерде сіз қолданатын сөзіңіз бір сөзді көптік мағынасына қолдану ретінде жалғаулармен түсіндіріп жүресіз. Бар болған санаулы жалғау, соны қолданамыз сабақ барысында. Одан кейінгі бізде жіктік жалғау. Жіктік жалғауда басты назар аударатынымыз бұл зат есімнің кім деген сұрағына жауап беретін сөздерге ғана қолданамыз. Соған баса назар аударуымыз қажет. Ал жіктік жалғау, септік жалғауына келетін болсақ, ол бастысы жеті жалғау, ал оны қалай балаға түсіндіреміз десек, біз оның жекеше жалғау және тәуелді жалғау арқылы бөліп, әсіресе көмектеспен жатысты бір-бірінен ажырату арқылы жақсы түсіндіруімізге болады. Кейінгі тәуелді жалғау. Тәуелді жалғаудың бастысы оңаша жалғаумен, тәуелді жалғаумен, ортақ тәуелді жалғау арқылы балаға тәуелдену арқылы түсіндіреміз. Ендігі сіздерге тапсырма. Қазір сіздерді Флиппити бағдарламасы арқылы 3 топқа бөлетін боламыз. Флиппити бағдарламасын пайдаланып, мен сіздердің барлықтарыңызды 3 топқа бөлдім. Бірінші топ білімпаздар, жүйріктер және алғырлар. Білімпаздар тобына Анараны, Жұлдызды, Қамасұлу, Жарқын, Нұрайды енгізсек, жүйріктер тобына Ұлболсын, Дилназ, Алтынай, Ботагөз, ал алғырлар тобына Гаухар, Диана, Жайнагүл, Нұржан, Нұргүл. Ендеше студенттер дайын болса, біз бүгінгі бірінші тапсырмамыз бізде бұл ойлан, топтас және пікірлес деген. 3 топқа бөлдік солай ма студенттер? Алдарыңызда әрқайсыңызда парақ бар, А3 форматында, А4 форматындағы парақ бар. Соны пайдалана отырып, сіздер бүгінгі өткен тақырыптарыңыз бойынша жазасыз. Бірінші топ студенттер, оларға сөз құрамын берсек, екінші топқа жалғау бөлім, ал үшінші топқа жұрнақтың жүйеленуі қандай түрлері бар, соны анықтап жаза кетсеңіздер. Сіздерге уақыт берді студенттер.
Ал студенттер кім дайын болсақ шығып орға келейік өзіміздің тобымызды. Қане бірінші топ білімпазға шыға қойыңыздар. Сөз құрамы дегеніміз бізде екіге бөлінеді, түбір және қосымша. Түбір дегеніміз сөздің одан әрі бөлінбейтін сөздің мағыналы бөлігі. Ал қосымша дегеніміз бізде ол да екіге бөлінеді, жұрнақ және жалғау. Жұрнақ дегеніміз сөздің мағынасын өзгертеді. Мысалы, балықшы деген сөзге шы жалғауын жалғасақ, ол балықшы, яғни бір мамандық секілді мағынаны білдіреді. Ал жалғау сөзбен сөзді байланыстырады. Мысалы, асқармен, жолда, сол секілді сөзбен сөзді байланыстырып отырады. Ұстап тұрыңыздар. Екінші топ. Бұл бізде зерттеу тобы, қане? Жалғау сөзбен сөзді байланыстырады. Сөздердің арасындағы қатынастардың үстемдігі және де сөздерге грамматикалық түрлендіру енгізеді. Жалғаудың төрт түрлері бар. Жалғаудың төрт түрі бар. Олар көптік жалғау, жіктік жалғау, және тәуелдік және септік жалғаулар. Көптік жалғаулар олар бізде лагер, тардер, тартер. Жіктік жалғау олар мен, сен, сіз, ол. Тәуелдік жалғау олар менің, сенің, сіздің, оның болса, септік жалғаулар осы жеті септік бойынша осы жалғаулармен бірге жасалатын жалғаулар болып табылады. Бұл бізде алдырлар тобы. Бізде жұрнақ екі топқа бөлінеді. Сөз түрлендіруші және сөз тудырушы болып. Жұрнақ дегенде жалпы сөзіне қарай жаңа сөз тудыратын тудырушы болып келеді. Жаңа айтып өткендей, жұрнақ екіге бөлінеді дедік. Бұлар сөз түрлендіруші және сөз тудырушы. Сөз түрлендіруші бұл бір сөзден, яғни бір сөзге жалғану арқылы ол мысалға жылқышы, жылқы бұл бір сөз болып табылады, ал шыны қосқаннан кейін ол жылқышы болып өзгеріп отырады. Ал сөз тудырушы бұл үстеме мағына береді сөзге. Мысалы, сары емес, сап-сары деген сияқты, сұр болса сұрғылт екен деп былай айту арқылы сөзді түрлендіріп үстеме қосымшалар болып айтылады. Рахмет, отырыңыздар. Үш топта өз пікірін білдірді. Бірінші тапсырмамыз осымен тәмам. Қане енді екінші тапсырма кірісейік. Қазір сіздерге редактор әдісі арқылы сіздерге тапсырма беремін. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романын білеміз, осы студенттер, солай ма? Сол романның ішінен мәтіндер алынды, үзінділер. Сол арқылы осы жерде қосымшаларды, қандай дара сөздері бар, қандай күрделі сөз бар, анықтаңыздар, келіп маған түсіндіріп жіберсеңіздер, қаншасы қандай сөзге жататындығы туралы.
деген болады да, ер деген сөзге қане студенттер, редактор әдісі бойынша дайын болса ортаға шығып талдап жіберейік сөйлемдерімізді. Маған берілген тапсырма Абай жолы романынан үзінді. Қаралы үй тағы да кешегідей жылаулы жандарға толы еді. Тағы да әуелі кешенді әйелдің бәрі жылап тоқтаған соң, Қаражан өз жоқтығын айта бастағанда, соның төменгі жағында отырған әйгерім үлкендерге жүзін толық көрсетпей қырында отырып, екі мықынын таябып, нәзік зарлы үн созды. Бұл сөздер үзіндіге 12 сөз дара сөз, ал қалғандары қосымша сөз. Екінші топ. Сізге берілген тапсырма. Бізге берілген тапсырма Абай жолы романынан алынған. Ертеңінде әйгерім Абайдың қасына еріп, бата ауқардың астын алып, Зылиқаны өзіне қош етті. Тәкежан үйіне тақай бергеннен бастап, жіңішке нәзік үнімен өлеңдер жылап келді. Бұл берілген сөйлемде 8 дара сөз бар, 16 қосымша сөз. Рахмет, отырамыз. Енді соңғы топ дайын болса ортаға келіп шығамыз. Сізге берілген тапсырма. Бізде Абай жолы романы, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романынан үзінді. Бұның үні шығысымен Құнанбай бастаған үлкендер аса бірден қойып, зор ілтипатпен тыңдады. Мақұлбайдың атына белгі тастамай, көп қалдырғандай арманға кеткен жайларын әйгерімнің ендігі қосып алған қаралы әні елерде сездіреді. Бізде дара сөз бесеу, қалғандары да жалғау. Рахмет, отырамыз. Қане студенттер, бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында соңғы сұрақтарға жауап берейік. Дұрыс және бұрыс нұсқаларды таңдайық. Сөз құрамына қарай екіге бөлінеді: дара және күрделі сөз. Дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс. Күрделі сөздер жасалу жолына қарай 4 түрлі болады. Дұрыс па? Дұрыс. Жұрнақ жалғанған сөзіне жаңа сөз тудырмайды. Дұрыс па, бұрыс па? Жұрнақ жаңа сөз тудырмайды. Тудырады. Яғни бұл бұрыс. Келесі сұрағымыз: жіктік жалғауын өткенде не деген сұраққа жауап беретін зат есімдердің ғана жіктелуіне ерекше назар аударған жөн. Дұрыс па, бұрыс па? Кім деген сұрақ? Яғни дұрысында сіз кім деген сұраққа жауап беру. Бұл бізде бұрыс. Тәуелдік жалғауын өткенде оңаша тәуелдену, ортақ тәуелдеу салыстыра түсіндірген тиімді деген. Дұрыс па, бұрыс па? Дұрыс. Жалғау түрлері сөз тудыратын және сөз түрлендіретін. Бұл дұрыс па? Дұрыс емес, яғни бұрыс. Жалғау грамматикалық мағына үстейтін қосымша. Дұрыс па? Дұрыс. Күзді күні қысқарған сөз бе студенттер? Жоқ. Бұл қандай сөз күзді күні? Жоқ, қандай сөз? Қандай сөз? Қос сөз ба, бірге сөз ба? Бірге сөз. Дұрыс. Осымен пысықтауымыз оқу арқылы жасаған, тапсырмасы арқылы жасаған пысықтауымыз бітті. Енді студенттер рефлексия өшейік. Бүгінгі сабақты бағалау үшін мен TikTok әдісі жасадым. TikTok әдісі бойынша студенттер, сіздер осы 3 лүпіл, бөлісу және де пікір алмасу қай бағаға лайықты деп ойлайсыздар бұл сабақты? Осы жерге келіп саласыздар. Егер ұнаса арасында жерге лүпілді саласыздар. Егер ұнады пікір қалдырамын десеңіздер, бұл жерге пікіріңізді жазыңыздар, қалдыра қойыңыздар. Ал егер мен бөлісемін, басқа да студенттерге айтамын бұл сабақ ұнағаны, ұнамағандығы жөнінде десеңіздер, яғни осы бөлісуді таңдаңыздар. Қане студенттер? Қайсысын таңдайсыздар? Мен жерге қоя қояйын. Болады, әрине, таңдай беріңіздер. Қайсысын таңдағыңыз келеді? Таңдаңыздар. Міне. Міне пікір алу дегеніз. Лүпіл пікір алуыңыз. Енді келесі. Басқа бір студенттері. Жүрек, лүпіл. Бөлісу. Не бөлісу сіздерге? Ең соңғы топ.
сіздерге? Қайсысын таңдаймыз? Лүпіл, бөлісу, пікір алмасу. Пікірлеріңіз болса, достарыңызбен бөлісіп. Пікірлеріңіз болса, пікірлеріңізді жазып, мына жерге салып кетеміз. Çünkü бүгінгі сабағымыз бізде бағаланады. Салыңыздар болсаңыздар. Қане студенттер салуға? Ортасына. Яғни бөлісесіз ана, солай ма? Жақын бізде лүпіл басады, Нұргүл лүпіл басады, Ұлбосын лүпіл басады. Пікір қалдырды. Бөлісесіздер, лүпіл басасыздар, және бүгінгі сабақ туралы пікір қалдырасыздар. Отағыз лүпіл басады. Жұлдыз пікір қалдырды. Қамбарсу бөліседі, әрі пікірін қалдырды. Жаңағы бізде пікірін қалдырды. Сонымен бүгінгі 3 топ бойынша ең үздік деген топ, бұл бізде біліп база тобын. Бірінші топты жақсы деңгейде деп айталам. Екінші топ бұл бізде жүйріктер тобы, бұлар екінші орынға лайықтанды. Ал үшінші топ бізде алдыңғылар тобы. Бұлар бізде үшінші орынға лайықталды деп ойлаймын. Барлығыңызға рахмет. Бүгінгі ашық сабақ осымен тәмам. Қош сау болыңыздар студенттер.